Сәлем достар, бүгін біз өте керемет дәмді чизкейк жасаймыз. Біз енді ұнымызға қопсытқыш, сахар, ванильный сахар және бөлме температурасындағы маргарина 2 ас қасықпен молоконы қосып, жұмсақ болғанша илейміз. Жақсы араластыру үшін мен миксерге қаймақ, творог және сахар, оған 5 жұмыртқаны қосамын, ванильный сахар және ванильный пудингіні қосамын. Енді біз қамырымызды формаға осылай етіп жайып шығамыз. Дайын болған сұйықтығымызды осылай құямыз. Духовка 180 градуста 60-70 минутқа қоямыз. Мінекей біздің чизкейгіміз дайын болды. Мінекей чизкейгіміздің түрі де осындай әдемі әрі өте дәмді болды.